бұл әкесіне тартқан, әкесі жақсы еді, атасы жақсы еді деп жатады. Сондай бір әкенің қасиеті туралы, әкенің отбасындағы рөлі туралы кеше бір қана жиын өткен екен. Жиынға біздің әріптесіміз Диана қатысып қайтты. Сол бір сюжетке зер салсақ. Талдықорғандағы нөмірі 28-ші IT мектебінде түрлі тәрбиелік шаралар жиі ұйымдастырылады. Бұл жолғы жиыны әкелердің отбасындағы рөліне арналыпты. Шараға 8-9 сынып оқушыларының әкелері қатысты. Дәл осы сынып ата-аналарын шақырудың өз себебі бар. Өйткені дәл осы кезеңде жеткіншектердің өтпелі кезеңі. Яғни бұл уақытта бала әкенің ақылына, ананың көңіліне мұқтаж. Жиын басында ұстаздар әкенің отбасындағы рөлі мен жөнін түсіндірді. Бұдан кейін балалар ата-аналарына өнер көрсетті. Бірі өз қолдарынан жасалған түрлі робот ойыншықтары мен қолөнерлерін таныстырса, бірі ән салды. Шараға қаламыздың әкімі Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы арнайы қонақ болып шақырылды. 8 әкемен бірге түрлі сұрақтарға жауап беріп, әке мен бала байланысы жайлы сүбелі сұхбат берді. Өте бір маңызды әке мен баланың арасындағы байланыс маңызды шара өткізіп отыр. Мектеп басшылығына үлкен алғысымды айтамын. Осындай әкелерді шақырып, оқушылардың өнерін көрсетіп, жақсы сұрақтар әкелерге қойылып жатты. Іс-шаралар өзінің жалғасын тауып, болашақта да әке мен баланың арасындағы байланыс, әке мен бала жаңағы көбінесе әкелер жұмыста жүреді ғой, көп жағдайда. Жаңа жақсы бейнебаяндар көрсетіп жатыр. Балалар әкелерін жақсы көретіндерін телефонмен қоңырау шалып айтып жатыр. Ол да бір жақсы, сондықтан болашақта да өзінің жалғасын таба берсе деп ойлаймын. Бұл арнайы кеште барлық әкелерді, оқушыларды, көрермендерді тербіткен ерекше сәт балалардың өз әкелеріне хабарласып, қаншалықты жақсы көретінін мойындауы болды. Тосыннан қойылған бұл сұраққа әкелер түрлі жауап қайтып, көрермендердің көңілін босатты. Десек те, шара барысындағы бейнероликтер еш адамды бей-жай қалдырмағаны сөзсіз. Алло, бап. Не істеватсың? Не істеватсың? Мен бір затты айтайын дегем. Мен сені қатты жақсы көрем. Жаным соқ. Мен сені жақсы көрем. Той бересің. Жаным соқ. Sana ғана айтайын дегем. Жаным соқ. Пап, мен сен бір нәрсе айтайын дедім. Мен сен бір нәрсе айтайын дедім деймін. Айта. Пап, мен сені қатты жақсы көрем. Отбасы құндылығын бәрінен биік қоятын халқымыз бала тәрбиесін әке мен анаға ортақ іс деп санайды. Дегенмен әйел үйдің, еркек түздің адамы. Бала тәрбиесімен тек анасы ғана айналысу керек дейтін түсінік тағы бар. Әйтсе де қазіргі таңда бала тәрбиесіне әке де, ана да жауапты. Осы орайда әкелер өз балаларына қалай тәрбие беретіндігі жайлы ой бөлісті. Енді әке деген қазақ айтады, әке асқар тау, ана жағасындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ дейді. Сондықтан ата менен, әке менен ананың орны ол қоғамда бөлек. Яғни бұл іс-шара өзекті, Өзекті тақырып. Әсіресе әкелердің мәселесі қоғамдағы. Әкелердің мәселесін көтермей, біз ұлттық құндылығымызды түгендей алмаймыз. Бұл ұлттық құндылық деген не? Ұлттық құндылық деген салтың, дәстүрің, әдебиетің, мәдениетің, экономикаң, саясатың да соның ішіне кіреді. Сондықтан осы әкелердің рөлін қоғамда көтеру үшін осындай кештер жиі өтіп тұру керек. Бала үшін әкенің орны бөлек. Әке деген сөзді айтқанда, өзіңе пана болар, қиындыққа қалдырмас, арманыңа қол соссаң, ақ батасын беріп, ақ жол тілейтін адамың екенін бала жүрегі сезеді. Дей тұрғанмен, қазіргі қоғамда әкенің беделі түсіп бара жатыр. Сол мақсатта жылда әке мен бала жайлы жоба құрылса дейді мектеп директоры. Отбасымыздағы қашанда біздің дәстүрімізде, біздің салтымызда, біздің менталитетімізде, ол өзімізде әкеден тәрбие алып қой, менталитетімізде қашанда болсын әкені төрге отырғызып, әкенің маңызының, әкенің орнының ерекшелігін көрсетіп отырған. Сол орнымызды әкелеріміз жоғалтпаса екен дейміз. Сол әкенің орны әрқашанда биік болсын. Диана Бергжанқызы, Бағдәулет Бағдатұлы, Таңжарық бағдарламасы.